Шлемана фомана камына глед. Лемана фомана камына сет. Я, ол қазір осында. МС Сайлаубек. Ассаламағалейкум, жігіттер. Уағалейкум ассалам. Уағалейкум ассалам. МС Сайлаубек және директоры Жасұлан. Неге МС Сайлаубек? Бұл атты кім қойды негізі? Сол енді асылы интернеттен. Интернеттен халық өзі солай атап кетті. Сәке, ғаламторда алғаш рет пайда болған кезде сіздің видеоңыз туысқандарыңыздың тарапынан наразылық болды, иә? Ал сіз болсаңыз Алматыға келіп отырсыз, шығармашылығыңызды дамытуға, Қырғызстанға барып келдіңіз тіпті. Туысқандарыңыз рұқсат берді ма соған? Берді. Енді апаларым бана, қарындастарым. Бастапқыда кім қарсы болды негізі? Қарсы болған еді. Бір адам деймін бана. Кім? Ағам ол. Сіздердің бірге іс атқарып жүргендеріңізге, жұмыс жасап жатқандарыңызға қанша уақыт болды? Қазірде қандай істер атқарып жатырсыздар? Сайлаубекпен танысқанымыз өте бір қызық жағдай болды. Бізге бір коммерциялық ұсыныспен бір осы Алматы қаласының бір шағын мекемесі өздерінің жарнамасын түсірмекші болып Сайлаубекті іздеген болатын. Онымен біздің атыраулық достарымыз бар, араласушы өнер адамдары бар. Сол кісілерге шығып біз Сайлаубектің номерін іздей бастадық. Ақырында іздей келе Сайлаубектің осы Алматыда жүргенін білдік. Біле сала біз өзіміздің кеңсемізге қонаққа шақырып, Сайлаубектің өзінің жеке администраторы бар, Аслан деген бауырымыз. Сол кісі екеуі бірге келіп, кеңсемізге келіп, біраз сұрақтарды талқылап, сол кеңседе отырып, өзіміз бірге жұмыс істейміз ба деген ой туды сол жерде. Сайлаубектің қазір бүгінгі таңда негативті болса да, қаншама жинаған өздерінің атағы бар да. Мысалы, елдер 10 жылдап, 20 жылдап армандап жүрген атақ қой, былай қарап отырсақ. Жалпы сол атақты, даңқты дұрыс бағытта пайдаланса, еңбек жасаса, Сон Паскаль жайлы түрлі сыбыстар пайда болды. Продюсер деген, бірге ғаламтордан да көріп қалдық, өнер көрсетіп жүргендеріңіз. Оның көп несі жоқ маған, қатысы жоқ. Продюсеріңіз емес? Қатысы жоқ. Бүгінгі таңда енді сіздер бірлесіп жұмыс істеп жатқаннан кейін әндерді жаздырып жатырсыздар ғой? Біз қазір өзіміздің бауырларымыздың студияларымен келісіп, Қазақстан шоу-бизнесінде жүрген өзіміздің достарымыз жақсы көмектерін беріп, қол ұшын созып, осылай атсалысып жатыр. Кім студиямен көмектесіп жатыр, біреулер мысалы текст жазып беріп жатыр, мәтін өлең. Қазақ тілінде, шет тілде? Енді біз жоспарымызда қазір қазақша әнді, орысша әнді, ағылшынша әнді жазбақ жоспарларымыз бар. Тойдан тапсырыс алып үлгердіңіздер ма? Тойдан енді қазір осы жұмыс істей бастағалы бері біраз заказдар болды. Аллаға шүкір. Шығып жатырсыздар? Иә, аз емес. Гонорар қанша енді құпия болмаса? Гонорар ол әртүрлі болады да. Мысалы, ұйымдастырылып жатқан іс-шараға байланысты болады. Сайлаубек, міне мына суреттен көріп отырсыз ғой. Мынау Мақсат Үсеновтің қасындағы қыз. Сыбыс пайда болды ғаламторда. Мақсат Үсеновтің қызын тартып алды деп. Жалпы мына сурет қандай жағдайда пайда болды? Қалай түстіңіздер? Әлде танисыз ба? Мына қызбен байланысыңыз бар ма? Өзінің несі болды ғой. Предложение. Ұсыныс. Сіздің жеке өміріңізге келейік. Үйленгенсіз ба? Ол жағы не? Бойдақпын ба? Фатамат кимана самана сет, фатамана клет, катама глет. Это Кара Жылдыз, МС Сайлаубек. Я вызываю тебя на батл. Бұл енді расымен керемет пиар мен. Тиматиден түскен батл. Инстаграм арқылы. Тимати, я принимаю твой вызов. Почему ты мои песни поешь? Батл әлі жалғасып жатыр ғой сонда, иә? Иә, әлі жалғасып жатыр деген бар. Мына эстрадамызда өздеріңіз білесіздер ғой. Көптеген кісілердің ақшасы да бар, таланты да бар, бірақ танымалдыққа пәленбай жылдар бойы жете алмай жүреді. Бір видеоның арқасында Сайлаубек үлкен танымалдыққа қол жеткізді. Менің ойымша ол ең біріншіден Сайлаубектің өзінің бір сондай бір жақсы бір энергетикасы бар да. Екіншіден тілінің тәттілігі бар да. Біздің студияға келген әрбір өнерпаз өзінің қонақ кәдесімен келеді. МС Сайлаубектің тарапынан бір рэп болса. Коке мулгоя гюрма экса сюрмаш юрлай. Коке мулгоя гюрма экса сюрмаш юрлай. Дамена кок. Бізге қонаққа келгендеріңізге үлкен рахмет, уақыттарыңызды бөліп. Сіздерге шығармашылық табыстар тілейміз. Нұрсұлтан, сіздерге де көп рахмет. Енді біз отандық телеарналардың арасында беріп отқан бірінші эксклюзивті видеомыз болғаннан кейін, түсіріліміміз болғаннан кейін сіздерге үлкен рахметімізді айтамыз.
Бізде қонақта болған MC Сайлаубек, тағы бір жаңа хит күтіңіздер. Бағдарламамыз осымен тәмам. Есім менің Нұрсұлтан Есжан. Келесіде көріскенше аман, сау болыңыздар.